Армысыздар достар. Мен сіздерді қазақ тілін үйрететін ұстаздарыңыз Гүлжан апайларыңыз боламын. Демалыс және туризм тарауы. Бұл бейне сабақта біздің студент қызымыз Нұриса сіздерді Түркістан облысындағы көрікті жерлер, демалыс және қызықты туризм орындарымен таныстырады. Түркістанда көрікті жерлер өте көп. Облыс орталығы болғалы бері жаңа ғимараттар, түрлі саябақтар және ойын-сауық орталықтары ашылды. Демалыс уақытында қала тұрғындары бос уақыттарын тиімді өткізу үшін кітапханалар, театрлар да көбейді. Фильмді мұқият қарап, одан әрі грамматиканы зерттейміз. Септік жалғауы, жіктік жалғауы, етістіктің болымсыз түрі, көптік жалғауы, дауыссыз дыбыстар, қатаң, ұяң, үнді, тәуелдік жалғауы, антоним, сан есім, күшейтпелі шырай. Оқулық тапсырмаларын орындаңыздар. Көп рахмет.